Данышпан, бер қара. Қазақстандағы бүкіл ұлт пен ұлыс бір ананың баласындай достыз, туыспыз, бауырымыз деп бәрін жақын тұтамыз, Бірақ олар неге мені солай жақын көрмейді? Неге? Солардың арасында менің елім өгейсіп, бөтенсіп тұрады. Неге? Өзгеге жұмсақ жүрегіміз өзімізге келгенде беріште қатады. Ол өздеріңізден де бар, әке. Дұрыс айтасың, өзімізден де бар. Барымызды баламыздың аузына жырып, қонағымыздың алдына тосып үйренгенбіз. Ойбай, қонақ жесін, қонақ сөйлесін, қонаққа қатты айтуға болмайды. Маңдайың тасқа тигенде ғана барып, жаман үйді қонақ үй дейді деген, оны шей деп осқырынып шыға келесің. Біреудің елі жері түгілі. Мына жалған дүниенің өзінде 5 күндік қонақ екеніміз соларға айтқым келеді. Балам, айтқым келеді. Айтқым келеді. Айғайлағым келеді. Бәрімізде қонақ! Әке! Қонақ! Әке! Шаңыраққа қараңдар! Шаңыраққа! Әке! Тыныш, әке. Түші. Шаңыраққа қарайтында емес. Әркім өз үйінде тұрып жатқан жоқ па? Иттің есі болса, бөрінің тәңірісі бар деген. Мына елдің де жердің де есі қазақ деген ел балам. Елдің есі, жердің кесі деп осыны айтады. Жоқ, ауылда да сол. Барлық қонақ төрде өзіміз аяқ жақта жататынбыз. Әкелеріміз тым қатал, жоқ, қатал емес, қазақы қатаң тәртіп. Біз сол тәртіпке бағынғанбыз. Үйге келген қонақтың баласы ең қымбат затыңды бүлдіріп, болмаса соны тартып алуға шамасы келмей жылап жіберсе, әкемізден өлгенше таяқ жейтінбіз. Қонағымыз қаттырақ ренжісе тіпті үйден қуылатынбыз. Міне, ешбір елде, ешбір жерде жоқ қазақы қонақ жайлық. Сендер ондай тәрбиені көрген жоқсыңдар. Ит есіне тартады деген бар. Қазір біздің елдің иттері де қонақ келе жат сүрмейтін болған. Өйткені ол сенің анау малыңды күзететін қораның ит емес. Қатты сөз айтуға болмайтын, жекуге болмайтын зайырлы қоғамның иті. Шахмат.